Баршаңызға сәлем достар. Біз осындай асқазанға зиянсыз пеште пісетін баклажаннан және кабачкиден жасалатын тіске басар дайындаймыз. Осылай ұзынша қылып видеодағыдай барлығын турап аламыз. Достар, әрқайсысының арасын осылай тұздауды ұмытпаймыз. Себебі дәмін кіргізіп, қышқылтым дәмін кетіреді тұз. Жұмыртқамызға тұзды салып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Осылай араласып болған соң, баклажанымыздың тек бір бетін ғана жұмыртқаға және сухариге малып аламыз. Барлығын осылай қойып болған соң 30 минутқа пешке жібереміз. Сол сәтте біз ішіндегі салмасын дайындаймыз. Алдымен қызанағымызды осылай ұзынша қылып турап аламыз. Және мен майонезбен істедім, сіздер қаймақпен істесеңіздер де болады. Чесногымызды қосып, осылай барлығын араластырып аламыз. Пештен шыққан соң 15 минут суыған күтіп, алдымен майонезімізді, сосын қызанағымызды, жапырағымызды салып, осылай рулет қып ораймыз. Достар, міндетті түрде істеп көріңіздер. Барлығына ұнайды, себебі өте дәмді болып шығады.